Бүгінгі сабағымызды желкенді кеме тренинг арқылы бір-бірімізге жақсы бір жылы лебізді білдіріп келіп отыр. Сол үшін мен қазір мына видеоны көрсеңіздер деймін. Желсіз жүрмейді. Жел болса ғана кеме алға жылжиды. Адамда қолдау мен сенім болмаса, алға жылжуы қиын. Жылы сөз, жақсы ниет, бір ауыз мақтау адамға күш береді. Сондықтан бір-бірімізге әрқашан қолдау көрсетейік. Досымызға көмектесейік, жақсы сөз айтайық. Видеодан біз желкенді кеменің қалай жүзетінін білдік, яғни жел арқылы. Сол сияқты өзімізде қасымыздағы достарымызды қолдау мақсатында жылы тілегімізді білдіріп қояйық. Ал Нұрай өзімізден бастайық. Айзереге. Зерек өзінің қойған мақсаттарына жете берді. Ерасыл осы сабақты 5-пен оқы. Осы сабақты 5 ал. Нұрай осы сабақты 5 ал. Ал келесі топ тұр. Азалия сабағында 5-пен оқы. Осы сабақты жақсылап оқы. Мектепті жақсы бітір. Сабақтан 5 оқы. Гүлмира, бүгінгі сабақта белсенді бол. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сіздерді топқа бөлініп отыр. Ол шында тақтадағы әдемі сіздерге арналған тілектерді таңдасаңыздар, сол арқылы топқа бөлінейік. Отыра береміз, таңдаған. Енді өткен сабақты қайталау мақсатында бір-бір оқушыдан шығып, бұлттарға жасырылған сұрақтарға жауап берсеге. Ал бірінші сұраққа Нұрай келіңіз. MS Excel программасын қалай іске қосады дейді? Бірінші біз сыныпқа кіріп, MS Excel деп жазамыз, сосын ол шыққаннан кейін оны басып іске қосамыз. Жарайды. Отыра қойыңыз. Дұрыс. Жарайсың. Ақа. Ал екінші сұраққа Гүлдарияға келе қойыңыз. Excel программасында жиі қандай командалар қолданылады? Қандай командалар жұмыс істейді? Формат өлшеу, Формулалар, иә? формулалар, күндер, сағаттар. Excel тарихы қай жылдан басталады екен? 1962. Жарайсыз, отыра қойыңыз. Бізде 1 мен 2-ші ұясы қалды. Excel программасын қалай іске қосады? Excel программасын ол бірінші кіріп, нәтижені қосып, сосын өшті Excel деп тереміз, сол кезде оны қосып іске қосады. Жарайсыз. Келесі Айдина келе қойыңыз. Ең соңғы біздің бұқымыз қалды. Excel дегеніміз не? Электронды кестелерді құруға арналған қолданбалы программа. Редактор деген болады. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электрондық кестелер, электрондық кестенің элементтерін пішіндеу. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты электронды кестенің элементтерін пішіндеуді несеміз үйренеді екенбіз. Балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын менің білім картам парақшасын сіздерге таратқым келіп отыр. Яғни сіздер осының алдында Excel туралы бастапқы білімдеріңізді және бүгінгі сабақта үйренгілеріңіз келетіндігін, одан кейін сабақтың соңына қарай не меңгердіңіздер, соны маған толтырып жазып берсеңіздер, жарай ма? Бүгінгі сабағымыздың өн бойында сіздерді бағалау үшін заряд әдісі арқылы парақшаларды таратқым келіп отыр. Осы жерде әр дескриптор бойынша балаларыңызды плюс деп толтырып отырасыздар, жарай ма? Бері қараймыз балалар. Жалпы біздің пішіндеу не үшін керек? Біз әртүрлі
әртүрлі ұяшықтарды түстерін өзгертуімізге болады екен. Немесе ұяшықтардағы сөздерді, сандардың қаріптерін өзгертуімізге болады екен. Иә, балалар? Форматты пішімдеуді қалай өтеміз? Ол үшін біз ұяшықты мына сияқты белгілеп аламыздар. Оң жақ мәзірде бізде не шығады? Жанама меню шығады. Сол жанама менюден бізде формат ячейкті көріп тұрмыз. Сол формат ячейк, яғни ұяшықты пішімдеуді мақсат етеміз. Енді келесі біздің ұяшықтарды форматтау терезесі 6 бөлімнен тұрады екен. Яғни бірінші бөлім бізде сан деп аталады екен. Бұл жерде біз сандық форматтарды қоюымызға болады. Мезгілді қойсақ болады екен, уақытты қойсақ болады. Яғни барлық сандық форматтарды қоюымызға болады. Келесі біздің мәзіріміз бұл выравнивание деп аталады, яғни түзету деп аталады. Бұл жерде біз сандарымызды немесе әртүрлі жаңағы жазылған мәтіндерімізді, сөздерімізді өзіміз оңға қарай, ортаға қарай, сол жаққа қарай, енге қарай, жоғары, төмен туралауымызға болады екен, түзетуімізге болады екен. Яғни немесе ұяшықтарды біріктіруімізге болады. Екі ұяшықты, үш ұяшықты мысалы біріктіріп, егер сөйлеміміз ұзақ болып жатса, біріктіріп жіберуімізге болады екен. Ол кезекте бізде екі шрифт және граница бөлімі бар. Бұл жерде шрифт бөлімде біз сандарды немесе қаріптерді түрін түсін өзгертуімізге болады, немесе қаріптің өлшемін өзгертуімізге болады. Және төртінші бізде граница, яғни біз шекараларын түзетуімізге болады екен. Қалыңдатуымызға, немесе кішірейтуімізге деген сияқты барлық параметрлерін өзгертуімізге болады. Келесі бөлім бізде заливка және защита деп аталады. Заливка бөлімінде бұл біз ұяшықтарды құйып қоюымызға болады. Және де кестенің түсін өзгертуімізге болады. Защита бөлімінде, яғни қорғау, ұяшыққа жазылған мәліметтің өшіп қалуына немесе мәнін ауысып кетуінен қорғайды екен. Сіздерге мынандай топтық жұмыс берілсін. Әр топқа нақты бір өмірлік жағдайға арналған тақырып беріледі. Яғни бірінші топқа жеке шығындарды жоспарлау, екінші топқа үлгерімін бақылау. Сіздер не істейсіздер? Бірінші қадам жасанды интеллектке сұраныс жасайсыздар. Яғни мына тақырыпты жаза отыра, қасына мәтін, сан, күн және логикалық мәндер кездесетін, пішімдеуді қажет ететін электрондық кесте үлгісін жасап бер деп біз сондай промптты не істейміз? Жасанды интеллектке беруіміз керек. Яғни сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша ChatGPT немесе Gemini немесе Copilot'ты пайдалансаңыздар болады. Келесі қадам осы кестені сіздерге ChatGPT жасанды интеллект құрып бергеннен кейін осы кесте құрылымын Excel кестелік редакторға саласыздар. Сіздерге мына дескриптор бойынша сіздерді мен бағалаймын бүгін. Яғни мына топтық жұмыста жасанды интеллектке дұрыс сұранысты жазады 1 балл. Excel'де кестені дұрыс құрып, ұяшықтарды пішімдейді 1 балл. Және де кесте құрылымын дұрыс таныстырады 1 балл. Балалар, мына екінші тапсырма бізде жұптық жұмыс, ұяшықтарды форматтау терезесі қандай бөлімдерде тұратыныз қастарыңыздағы жұптармен бірге орындайсыздар. Ал енді келесі балалар біздің жұмысымыз, бұл тәжірибелік жұмыс, яғни MS Excel'де кесте берілген. Осы кестеге сіздер аты жөні
аты-жөнесі, мекен-жайы, телефоны деп қасыңыздағы оқушылардың мәліметін толтырасыздар. Балалар, енді осы тапсырма бойынша жас болғаннан кейін аты-жөні бағаның бар ұяшықтарын мәзінді тұтасыз өзгертесіздер. Жасы бағаның ұяшықтарынан мәзінді көрсететін өзгертесіздер. Мекен-жайы бағаның ұяшықтарын көк түске қоясыздар және телефоны бағаның тақырыбын ортасына қойып қоясыздар. Сұрадық және ChatGPT бізге осы тапсырманы істеп берді. Біз ChatGPT-ден осыны көшіріп, Microsoft Excel-ге істедік. Мына жерде пән, баға, тапсырма дегендерді формула данные арқылы істеп, 40 градусқа қисайттық. Мына жерде оқушылардың аты, пәндер, баға, тапсырмалар, сабаққа қатысқандар және үлгерім деңгейі жазылған. Бағада, яғни 5, 4, 3, 5 деген бағалар алынды. Және түстерін де ауыстырдық. Қиып бояу арқылы боядық. Ал келесі. Біз ChatGPT қолданбасын пайдаланып, өзімізге берілген тапсырманы орындап шықтық. Бұл топтық жұмыста біз оқушының атын, олардың нөмірін, сыныптарын, пәндерін, баға, тапсырма және сабаққа қатысты логикалық сұрақтарын қойдық. Оқушының атында 4 оқушы болды: Айдос, Аружан, Дамир, Ариян. Олардың өздерінің сыныптарын және берілген пәндерін, одан алған бағаларын жаздық. 5, 4, 3, 5 бағалары болды. Тапсырма берілген күндерінде ұмытпадық. Әркімге әртүрлі күндер берілген. Және ең соңында сабаққа қатысты логикалық сұрақтар қойып, оларға жауап жаздық. Бағана мен сабақтың бас кезінде білім картасы сіздерге толтыруға осындай не беріледі, кестелер берген. Сол кестеге байланысты жауаптарын айтсаңыздар. Менің бастапқы білімімде ойдағыдай кестені қатты мәліметтеп іздеп білмедім. Сосын мен үйренгім келеді Microsoft Excel программасын туралы әрі қарай білу. Менің меңгергенім, мен Excel программасымен жақсы танысып, онымен жақсы тіл табысып меңгердім. Бастапқы білімім. Microsoft Excel-дің не екенін, оны ашуды, ұяшыққа мәтін сан енгізуді білемін. Мен үйренгім келеді. Формула жазуды, диаграмма салуды, шартты форматтауды, функцияларды қолдануды. Мені меңгергенім, ұяшықтардың қарып үнтісін өлшем өзгерте аламын, оларға шекара қоюды, тездетуді, қиып бояуды үйрендім. Формула мақсатында орталмен тапсырмаларға, сұрақтарға жауап беруге, ал зере сұраққа жауап бере қойып, кесте дегеніміз не? Кесте дегеніміз деректерді жолдардың бағында қиылысындағы орталасу арқылы ұсыну тәсілі. Тамаша. Келесі, ерасы жауап бере қойшы, мәтіндік құжатта кесте қалай құрылады? Қою кестелер немесе басты мәзір кестелер, немесе шым бастылар. Қою станка кестелер ма? Қою кестелер. Қою кестелер. Яшықты пішімдер терезесі неше? Түрі бар еді? 6 дейді. Тамаша, жарайсыз отырасыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабағымызға егер барлығы түсінікті болатын болса, түсінікті деп, немесе сұрақтарым бар болса, сұрақтарым бар деген басып, егер де мүлдем түсінбесеңіздер, түсініксіз деген батырманы басып кетулеріңізді сұраймын.